Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге сосиски в тесте жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін. Менің каналымда көптеген рецепттер бар. Соның ішінде не көріп тұрғандарыңыздай пирожки, булочкидің рецептісі бар. Сонда кіріп көрсеңіздер болады. Ал енді біз жасалу жолына кірісейік. Жылы сүтіміз бен жылы суымызды араластырамыз. Міндетті түрде жылы болуы қажет. Дрожжымыз жақсы жұмыс жасау үшін. Енді үстіне қантымызды саламыз. Дрожжымызды саламыз. Сөйтіп бір жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге апарамыз, көтерілгенше қойып қоямыз. Енді ұнымызға тұзымызды, жұмыртқамызды және сұйық майымызды құйып, бір араластырып, жаңағы апарамызды құятын боламыз. Апарамыз міндетті түрде көтерілуі қажет. Қолдың көмегімен жақсылап илейтін боламыз. Басында бірікпей қолға жабысқақ болады. 10-15 минуттай дастархан үстіне осылай илесек, июі қанып, осындай қамыр шығатын болады. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Міне бізде бір рет көтерілді. Бір басып қайтадан жылы жерге қойып, екінші рет тағы көтерілгенін күтеміз. Екінші рет көтерілді. 110 граммнан бөліп шығамыз әрқайсысын. Не бөліп шықтым. Енді видеода көрсетілгендей ұзыншалап қолымызбен жаямыз. Енді сосискиларды осылай видеодағыдай орап шығатын боламыз. Қатты тығыздамаймыз. Біздің тестамыз 20-30 шақты сосискиға қолдануға болады. Мен 10 штугын ғана жасадым. Түсінікті болу үшін екінші қайтара көрсетіп жатырмын. Міне видеода анық көрсетілген. Енді біз тестамызды тағы көтерілгенше қойып қоямыз. Бетін жауып әрине. Тағы бір көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқаны жағып, өз газдарыңызға байланысты градусын қойып, қызарғанша пісіріп аламыз. Описанияға жазып өтетін боламын, бірақ әркім өзінің газына қарай жасауға болады. Міне біздің сосиски в тестеміз дайын болды. Бірінші бастапқыда өте қатты болып тұрады сырты. Одан кейін краннан алынған суды щетканың көмегімен жағып шықсақ, кішкене уақыттан кейін жұмсаратын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте пышный болып шықты. Арасы міне осындай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.